даңқ жайлы емес, атақ жайлы емес, батырлықта жайлы емес. Мен бүгін адамды адам еткен тамыр туралы айтқым келеді. Менің мінезім, қайсарлығым, жүрегімдегі намыс бәрі де бір күнде пайда болған жоқ. Олар менің тербеткен бесіктен, әжемнің ақылынан, әкемнің қатал талабынан, анамның мейірімінен басталды. Сол қасиетті мекенді мен Ұшқания деп атағым келіп тұр. Ендеше бүгін сол Ұшқанияға бірге оралайық. Сәлеметсіз бе әже? Әже мен достарыммен көшеде ойнау барысында достарымның әкелерінен ар, ұят, кішіпейілдік, ұждан сөздерін көп естідім. Осы сөздердің мағынасын түсіндіріп бересіз бе? Балам, міне сен ер жеттің. Адамзаттың асылы ол ар. Арсыз адам қанатсыз құспен тең. Ар жоғалған күні адамдық та жоғалады, адам да жоғалады. Түсінікті әже. Ал егер адам қателессе ше? Қателесу ол адамдықтың бір қасиеті, ол қателіктен қорқатын ештеңкесі жоқ. Сол қателікті мойындамау ең надандыққа жатады. Онда мен қорықпайтын адам боламын. Қорықсаң да тек шындықты айту ол ерлікке жатады болам. Менің балалық әлемімде ең бірінші ұстазым ол менің әжем болды. Ол маған әр ертегісімен бір тағдырдың жүгін жүктеді. Әже айтқан әр сөз жүрегімде тасқа қашалғандай қалды. Ар деген ұғым ол кісінің үнімен бірге бойыма сіңді. Сол сәттен бастап мен түсіндім, адамның ең үлкен байлығы таза ар, биік намыс екен. Осы сәтте әкесі келеді. Ассалаумағалейкум әке. Уағалейкум. Балам, еңбек ет. Еңбек етсең түбі жақсы болады. Еңбектің наны тәтті болады. Әке, сіз неге сонша қаталсыз? Қаталдық емес балам бұл. Бұл тәртіп. Тәртіп бар жерде тәрбие бар. Ұқтым әке. Әкем менің ешқашан жұмсақ сөзбен еркелеткен емес. Бірақ оның әрбір талабы менің өмірімде шыңдаған заң еді. Мен оның қаталдығын қорған деп түсіндім. Өйткені тәртіпсіз рух желге ұшқан шаң секілді. Әкем маған өзін емес, елін ойлауды үйретті. Осы сәтте анасы келеді. Қайда жүрсен де адам бол балам, адал болып қал. Рахмет анашым. Ал ананың мейірімі жүректегі ең жылы екені, от екені сезілді. Қандай қиын сәтте де мен сол оттан күш алдым. Ана маған адам болуды үйретті. Мейірімсіз, намыссыз, қатыгездігі екенін ұқтырды. Айналайын қарағым балам, ұяңды ұмытпа. Балам, еліңе адал бол. Жүрегіңде мейірімді сақта. Менің қайсарлығым да, мінезім де осы ұшқан ұямда қалыптасты. Ұшқан ұям бұл менің өмірлік мектебім. Мен батыр болмас, оның тамыры осында. Мен адам болсам, соның бастауы осы. Ұшқания жай ғана үй емес, ол рухтың бесігі. Бүгін сол бесікті сіздер жалғастырып отырсыздар, ұстаздар. Өйткені бүгінгі ұя мектеп, ал оның жүрегі сіздерсіздер.